Құрметті оқырмандар, өмірден алынған шынайы әңгімелерім ұнап жатса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Мен Ербол. 38-демін, 2 баланың әкесімін. Жұмысым тұрақты, үйім бар, әйелім бар. Бәрі жақсы сияқты көрінеді сырттан қарағанда. Бірақ іште бір нәрсе сынып қалғандай. Айнұрдың күйеуі Нұрсұлтан туралы бәрі білемін. Ол бұрын жақсы жігіт еді, трактор айдайтын, колхозда жұмыс істейтін, Айнұрды аялап жүретін. Екеуі жас кезінде ғашық болып үйленген, тойы үлкен болған. Бірақ бала туғаннан кейін бәрі өзгерді. Нұрсұлтан іше бастады. Алғашында мереке күндері ғана, сосын апта сайын, кейін күнде. Жұмыстан шығарып жіберді. Айнұр жалғыз ақша табатын болды, базарда сауда жасайды, таңертең ерте тұрып кеш қайтады. Нұрсұлтан үйде отырып ішімдікке ақша сұрайды, бермесе айқай-шу шығарады. Мен мұны бұрыннан білетінмін, өйткені Айнұр маған жиі жылайтын телефонмен. Жезде шыдамын таусылды дейтін. Мен оған ажырас, балдыз дейтінмін, бірақ ол бала үшін шыдап жүрмін, әкесіз өспесін деп шыдап жүрмін деп ағынан жарылатын. Сол күні кешке, желтоқсанның суығы, қар жаңбыр аралас жауды. Сағат 9-дар шамасы еді. Әйелім балалармен бірге анасына кеткен, ауылда әжесінің туған күні. Үйде жалғыз едім, теледидар қарап отыр едім. Есік қағылды. Ашсам, Айнұр тұр. Жауыннан су болып, пальтосы дымқыл, беті көгерген, ерні жыртылған сияқты. Көздері қып-қызыл жылағаннан. Жезде. Нұрсұлтан тағы айқай шығарды, осылай жалғаса берсе мен тірі қалмайтын сияқтымын деді ол дірілдеп. Қолында кішкентай сөмке ғана. Мен оны ішке кіргіздім, есікті жауып, құшақтап алдым. Ол маған жабысып иығымда жылады. Денесі суық, қалтырап тұр. Кір, жылынып ал дедім. Ас үйге апарып шай құйдым. Ол үндемей отырды да, сосын бәрін айтып берді. Нұрсұлтан достармен ішіп келіпті, ақша сұрапты, Айнұр бермей қойыпты. Бағадалы керекен, аршым. Үйге қайтпаймын енді деді ол. Мен оның қолын ұстадым. Қорықпа, мұнда қал. Ешкімге айтпаймын. Ол жуынып шықты. Мен оған әйелімнің халатын бердім. Халатты кигенде денесі көрінді, толық, әйелдік, екі анары тырсиған үлкен, белі жұқа, жамбастары. Мен көзімді алмай қарап отырып, жүрегім соғып кетті. Бұрында байқағанмын оның әдемілігін, бірақ ешқашан осылай жақын болмағанбыз. Диванда отырдық. Мен оны көзімен ішіп жеп отырмын. Ол Нұрсұлтанның бұрынғысын есіне алды, қалай ғашық болғанын, қалай армандағанын. Енді бәрі бітті деді ол көз жасымен. Мен оның иығынан құшақтадым. Сен жассың ғой, Айнұр, өмірің алда. Ол маған қарады. Көздері ылғал, ерні дірілдеп. Жезде, әттең сендей еркек болғанда ғой, мені ыстық құшағына алып еркелетуші еді деді. Сосын оны сүйдім. Алғашқы сүйіс ұзақ, терең. Ол қарсылық көрсетпеді. Керісінше қолын мойныма асылды. Дәмі тұзды, жаспен аралас. Біз тұрып жатын бөлмеге кірдік. Жарықты сөндірдік, тек терезеден көше шамы түсіп тұрды. Мен халатын шештім. Денесі аппақ қардай жұмсақ екен. Қолыммен бүкіл денесін ұстап көзімді жұмып ерекше сезімге беріліп, ақырында шыдай алмай серігім оянып, оның оттай жанған үңгіріне айғырымды барынша салып істі бастап кеттім. Айгүл көзін жұмып, аспанда қалқып жүргендей сезімде болды. Жезде. Маған ұзақ уақыт ешкім осындай қуаныш сыйламаған еді дегені құлағыма майдай жағып барады. Айнұр алғашқы рет шарықтап шықты, денесі қалтырап, іші қысып мені ұстады, дауысы шықты. Мен шыдай алмай ішіне бітірдім. Ыстық, мол. Біз құшақтасып жаттық, жүрегіміз соғып, терге малынғанбыз. Ұйықтар алдында ол маған жабысып, рахмет, Жезде, бүгін алғаш рет өзімді әйел сезіндім деді. Таңға дейін аспабымды менікінен алмай бірге оянайықшы деді. Мен оның шашынан сипадым. Иә жаным, және бұл құпия болсын дедім. Ол басын изеді. Ертеңінде таңертең тұрдық. Мен шай демдеп оның алдына бардым. Ол бетіндегі көгеруді жасыруға тырысты. Үйге қайтпаймын деді, ол жақта менің күнім күн емес.
Мен оған ақша бердім, жалдамалы пәтер ізде дедім, өйткені әйелім біліп қойса бәрі құрдымға кетеді, ол кеткісі келмеді. Мен де оның кеткенін қаламаймын. Күнде хабарласып тұрдық. Аптасына 2-3 рет сыртта кездесіп тұрдық, әйелім күмәнданбады, сіңілісімен арасы бұрыннан жақсы емес еді. Бірақ менде аздап күнәлі сезіну бар. Түнде ойланып жатамын, бұл не істеп жатырмын? Балдызым ғой. Әйелімнің сіңілісі, оны жұбатпақ болып, жақын болғаным қалай, бірақ ол қарсылық көрсетпеді ғой, ол махаббатқа зәру болды, күндер өтті. Айнұр ажырасуға дайындалып жатыр. Бірақ Нұрсұлтан қояр емес, қоқаң-лоққы жасайды. Мен оны қорғаймын деп уәде берген едім. Бірақ шын мәнінде оған ғашық болып қалдым ба? Әлде тек құмарлық па? Оның денесі, оның жылуы, оның тәтті сөздері бәрі миымнан кетпейді. Кейде ойлаймын, егер Нұрсұлтан ішпесе, бұл болмас па еді? Бұл жерде балдызымның күнәсіз, әйелді аялап құрметтеп, түнгі шаруасына мықты болып махаббатқа толтырып жүрсе, осылай болмас еді ғой, енді шегінуге болмайды. Айнұр маған пана іздеп келген, мен оған махаббат бердім. Бірақ бұл махаббат па, әлде күнә ме, уақыт көрсетер. Әзірге жасырын кездесіп жүрміз, кім біледі, қашанға дейін бұл созылар екен. Бірақ бір күні шындық ашылған күні мен істеуім керек. Бір түнде өзіне баурап алды, көзімді жұмсам текст түндерді көре беремін. Әйеліммен онда сезімдер болмаған еді, менің басымнан өткен жағдай кімде болған, ақыл кеңестеріңізді айта отырыңыздар.